Мұндай манжет үшін сіз үш өлшем аламыз. Қараңыз ал. Бірінші өлшем. Мысалға менде 20 сантиметр екен. 20 сантиметр жазып қоямын. 20. Екіншісі, қараңыз, болашақ манжетімнің ұзындығы болсын, мысалға 10 сантиметр. Манжеттің ұзындығы 10 сантиметр болсын, е? Мына 10. Мына сол 10-ның деңгейінен мен тағы да өлшем алам, қараңыз. Өлшем 1-2 сантиметр кіріп тұрсын. 22. Үшіншісі менде 22 болды. Енді сызуын сызамыз. Сызуын сызамыз. Маған керек 20 сантиметр бірінші өлшемім керек. Мына 20. Қосып қояйын. Бұл ұзындық 20 сантиметр. 20-ның дәл ортасынан белгіледім де, төмен қарай 10 сантиметр менің болашақ манжетімнің ұзындығын түсіріп алып, ортасын белгіледім. Енді үшінші өлшем 22. 22. Мына жағына 11. Мына жағына 11. Жоқ. Сәл қателеспін. 11. Мына. Керек емес. Енді қараңыз. Мына жоғарғы бірінші өлшемнен төмен 1 сантиметр түстім. Төмен қарай. Мына төмен қарай 1 сантиметр. Мына ұзындау жағынан, жалпақтығынан, ортасынан 1 сантиметр түстім. Мына 1. Енді қараңыз. Бір сантиметр төмен түстім. Бір сантиметр төмен түстім. Еп аламыз. Қараңыз, жоғарғы жағы 20 сантиметр, 22, мына ұзындығы 10 болды. Бұл менің манжетім шықты. Менің манжетім болашақ ilgектер үшін. Енді екінші жолын көрсем. Мүмкін сіз бұндай ilgек таққыңыз келмейді. Сіз таққыңыз келеді, жаңағы бүйтіп шығып тұратын ilgектер бар ғой. Осылай. Бірнешеуі. Егерде манжет сондай ilgектерге есептелінетін болса, жаңағы мен қосқан 2 сантиметрді қараңыз. 1, 2. Мен алып тастау керекпін. Өйткені
Қараңыз. Енді екіден көп, мына мен алып тастадым. Сол кезде бізге бұл манжет емес, бізге ілгектері бейтіп шығып тұратын манжетке қалай дайындаймыз. Қазір соны көрсетемін. Көрдіңіз бе? Мен манжетті қадаған, қолыма қадаған кезде, ол маған бір-бірімен осылай кездесіп тұр. Мына жерге ілгек қадалады, және сондай петелька дейді орысша айтқанда. Міне біздің манжетіміз дайын. Енді бұны пішейік. Пішу үшін мысалға мен мынадай матадан пішіп алайын. Қараңыз, манжетті қойып алдық. Булавкамен қыстырамыз. Тігіске қалдырамыз. Мынау 20 жағы, мынау 22 жағы. Айналдырам. Сол мына жағына 0,5 қалдыра салуға болады. Бәрібір бұл тігіледі, қиылады. Ал мына 22 жағына 1 сантиметр қалдыруға болады. Мына екі шетке 0,5-тен қалдыра салыңыз. Манжеттің бір жағына біз флизелин, я болмаса дублерин клейлеп шығамыз. Солға менде мынандай жұқа түрі бар. Осының бір қабатына қазір клейлейміз. Клейлейміз. Бұл дайын тұр. Енді бізге керек петелька. Қараңыздар, петелькаға магазинде дайын петелькалар, мысалы резинканың жіңішке түрлері бар, бұдан да жіңішкесі бар, қатты созылатын, созылмайтыны бар, тіпті созылмайтыны да бар. Бар мынадай дайын. Қараңыз, болашақ ілгектерге осының тесемка дейді, түрі бар. Бұның басқа да түрі бар, жұқа да түрі бар, қалың түрі бар.
Бірақ біз бүгін қарастырамыз, өзіміз қалай жасай аламыз оны. Мына қараңыз. Мынау матаның шеті екені көрініп тұр. Біз болашақ петельканы, матаны мына созылатын қиғаш жағын қиып аламыз. 45 градус. Мына, неше сантиметрден қиып. Маған ол жұқа болса, қараңызшы. Мысалға, мынаның жұқалығын қараңыз. Егерде сантиметровыйды қойсақ, бұның жұқалығы болып тұр 3 мм. Сонда қараңыз, 3 қосу 3 6 тағы тігіске қалады. 1,2 қиып алуға болатын сияқты. 1,2 мына ұзын емес, осындай қысқа қылып қиып алуға болады. Өйткені ұзынды аударып отыруды қандай еңбек. Бірде екі. Мына дайындадық. Енді өтектейміз. Болашақ петелькаларды дайындаймыз. Өтекке және машинаға кеттік. Енді тігуге машинаға барамыз. Енді болашақ петелькаларды тігу үшін осылай бүгіп аламын. Жіпті лапканың астына қоямын. Жіп астына шайналып кетпесін. Пинцетпен көмектесіп отырамын. Қайтардым. Қараңыз, жіпті шығарамын. Енді көрдіңіз ғой қандай тігілген. Осы кішкентай тігілгенді аудару керек. Аудару үшін қараңыздар. Әркімде тәсілі әртүрлі. Мысалға, мен мына тігін машинасын, инесін алдым да, жіп қаптадым, жіпті сабақтадым. Жібім ұзын болып кетіпті. Шамалы қысқартайын. Оны түйіндеймін. Мына қараңыз енді. Тігіп аламын. Осылай жинап. Тексеремін, үзіліп кетпеймін. Мына иненің
мына қалың жағымен кіремін ішіне қарай. Және оны қазір жаймендеп отырып аударам. Иңемді шығарып алайын бірінші. Қараңыз. Мына жақта жаймендеп жіпті тартамын. Тарту үшін басын сәл кіргізіп жіберемін. Бұндай петелькалар үшін осындай сәл зырғанақтау маталардан тіккен дұрыс. Мысалға, мына матаның составында шамалы жібек бар, вискоза бар. Ой, мінекей видеодан кетіп қалыппын. Қараңыз. Бұл енді ұсақ жұмыс. Егерде басын бір кіргізіп алсаңыздар, әрі қарай ол шығуға зырғанап өзі шыға қояды. Қараңыз. Ешқандай. Мінекей көмектесіп жіберемін. Былай. Міне зырғанап бара жатыр өзі. Қараңыз. Мінекей. Сөгіліп кетуі мүмкін. Менде сөгілгенде сияқты. Ештеңе етпейді. Қараңыз. Міне менің болашақ петелькама зырғанап шыға келді. Қандай әдемі. Мына жерім сөгіліп кетті, оған мән бермейміз. Мына сөгілмегендермен жұмыс істейміз. Мына жерден менде мінекей 2 петелька шығады екен. 2 петелька. Иңемді алып қоямын. Мынау, қараңыз, сөгіліп кетті, шеңітпейді. Осыдан мен 2 петелька жасаймын. Сонда менде міне 1-2 петелька, 3 петелька, 4-5 петелька жасаймын қазір. Мынаны қиып тастауға да болады. Я болмаса тұра берсін. Қазір көресіздер, бұдан не шығатынын. Мен енді мынаны тігіп алайын. Енді бізге әрі қарай клетка дәптер қағаз керек. Міне қор түскен. Мен қараймын. Мысалға, менің болашақ мінекей манжетім есіңізде ме? 10 сантиметр еді. Бірақ тігіске қалдырдық. Сонымен 12 болып тұр. Енді мен ойластырам. Менің болашақ петелькаларым неше сантиметр сайын болған дұрыс. 12, я? Бірінші сызып алайын 12-ні. Қараңыз. 12-нің маған 10-ы ғана керек. 10 сантиметр ғана керек. Мысалға, менің петелькаларым неше сантиметр болған сайын әдемі болар еді. Ол менің болашақ жаңағы үлгегіме байланысты ғой. Мысалға, мен неше сантиметрлік ілгек сатып алайын деп отырмын. Я болмаса қаптап алам. Айтпақшы, қаптауды да көрсетемін сіздерге. Мысалға, менің болашақ ілгегім міне 1-1,5 сантиметр болсын ол. 1-2 1-2 клетка, 1-2 мысалға, қараңыз, мен өзім 1, 2, 3, 4, 5 ілгек болсын. 5 ілгекке менің мына 5 петелькам, қараңызшы, ілгектің иінесі мына жерде ғой тігілетіні. Сонда петелькам бұлай болайын деп тұр ғой. Соны қарап аламын. Петелькамның болашақ ұзындығы осы болашақ не болайын деп тұр. Мына ілгектердің орнында қараңыз.
міне бірінші петелькам, міне екінші петелькам, үшінші, төртінші, бесінші. Қалай тігеміз көрсетейін сізге. Мына петельканың тігілген, тігіс түскен жағы бір жағында болсын, тіккен кезде әдемі болып тұру үшін қараңыз. Мысалға, мен былай белгілеп алайын. Міне. Бұның жұмысы көп болып тұрған сияқты, бірақ қараңызшы, қандай әдемі шығайын деп тұр бізде. Міне. Қараңыз, булавканы мен ортасына, болашақ ілгектің ортасына қыстырдым, айналдым, бүйтіп шыға қойдым. Петельканы, конечно, ашып та істеуге болар еді, қазір көрсетем қалай. Мына екеуі, мысалға, айтпақшы мінекей, мына жағын көріп тұрсыз ғой, осылай да істеуге болады. Ол енді сіздің фантазияңызға байланысты. Қараңыз. Енді ілгектің ортасына қойдым, бұрдым. Біз көйлек тігуді де үйренеміз, Қараңыз, мынау бағана менде сөгіліп кеткен жері. Оны бүйтіп алып тастай тұрам да. Сонда маған мына үшіншісі керек те болмай қалды. Ілгектің ортасына кіргіздім, бұрдым, және былай кеттім. Міне. Маған петляның мына жағы керек, мына жағы емес, мына оң жағы. Енді тігеміз. Тігу үшін камераны жақындатайын. Қараңыз, тігіс менде қай жерде жүрейін деп тұр. Булавка тұрған жерді абайлайық. Машина тігет дегенменде. Қараңыз, мен қазір тігіп келе жатырмын мына сызықтың бойымен. Кейбір қыздар бұны қолмен тігіп алғысы келеді. Қолмен тіккенде бәрібір мата жылжып кетеді. Булавка нақты ұстап тұрады. Мына тор дәптерінің орнына тағы да кәдімгі дайын тесемка, соған да тігуге болады негізінде. Қараңыз, мына менің петелькаларым дайын болды, Қазір осы петельканы біз тігіп шығамыз.
Петельканы қазір көрсетемін. Қараңыз. Мынау манжет. Манжетке дублерин кіреленген жағымен жұмыс істейміз. Бұл беті, бұл есептелінеді. Міне тігіске қанша қалдырдым? Есіңізде ме, бағана мен айттым 0,5 қалдырамыз деп. Онда мен мына дәптерімде де 0,5 қалдырайын. Торда. Мына 0,5 қалдырдым. Қараңыз енді осы жерге. Енді тігіп шығам үстінен. Пинцетпен беріп отырамын. Негізінде қағазды бер жағына қойып та тігуге болар ма еді? Қазір көреміз. Міне артық қағазды алып тастаймын. Көмекші қағазымызы. Көмекші қағаз бізге керек емес. Тазартамыз қағаздан. Мына тазартылды. Енді манжеттің екінші жағын аламын да. Осылай қоямыз. Бірдей қылып. Бірақ тігерден бұрын мына астында дублерин күйленгенді мен бұлай бұрып қоямын. Қазір маған тігуге ыңғайлы болу үшін осылай. Қараңызшы. Есіңізде ме, біз тігіске 1 сантиметр қалдырдық. Мына 1 сантиметр. 1 сантиметр. Осылай дайындап қоямын. Міне. Так, иіненің астына атам. Мына қойып алдым. Жылжып кетпес үшін булавкаларды қыстырып қоямын. Булавка біздің көмекшіміз. Қараңыз, мына жағынан қарайық. Енді тігіп шығамын. Тігіп шығамын бірінші жоғарғы жағын. Есіңізде ме, жоғарғы жаққа біз 0,5 қалдырдық. 0,5 миллиметр. Мына тіктім. Булавкалар алып тастаймын. Енді мына жерде қараңыз. Мына петелька тігілген жағы, ол менде несі? Бет жағы. Қараңыз. Ал іш жағынан бет жағы емес, мына жағы менде іш жағынан 0,1 миллиметр берем. Тіккен кезде қараңызшы, мына бүкіл тігістердің бәрі қарайды сол жаққа қарай. Мына. Көрдіңіз бе? Сол жаққа қарай қарап тұр. Осылай тігем. Әрине өтектеп алған дұрыс.
міне бұл тігіс бізге не үшін керек? Қараңызшы, бұл бәрін жинақы әдемі ұстап тұрады. Қазір мен бұны өтектеп жіберемін и көрсетем әрі қарай. Мына жерді өтектеп жіберемін, жоғарғы жағын өтектеп жіберемін. Мінекей. Манжетті 1 сантиметр. Өтектеп жіберемін ішке қарай. Бұл жеңге қосылатын орны. Бұлафқылерді алып тастауға болады. Дайын. Қазір екі жағын тігіп көрсетемін. Ол үшін біз машинаға барамыз. Ал қараңыз. Бұл бізде беті. Аударамын. Аударған кезде қараңызшы. Мінекей мына жағынан көрсетейін. Мінекей бүгілу орны мына, тіпті осы бүгілуді сәл қиып көрсетейін. Мына қараңыз. Сіз бұлай қимаңыз. Мен оны түсіндіру үшін қидым. Көрдіңіз ба? Ол қиылған. Мына. Осы бүгілуден сол бүгілу орны болады мұны. Манжетті қоямын осылай. Сол бүгілген орнын булавка қыстырып қойға болады. Жіп лапканың астында тұрсын. Мұны кеттік тігеміз. Артқа қарай қайтарамын. Егерде қайтара алмасаңыз, ол жер сөгіліп кетеді. Міне астында 1 сантиметр. Шығып кеттім. Түсіндік қой? Мына. Дәл сол сияқты, мына екінші жағынан да істейміз, қараңыз. Міне менде өтектелген бүгілген орны. Егерде мен қазір қайшымен оны қиып белгілеп қойсам, міне қаншама артық жіптер. Мінекей ол бүгілді. Сол менің қаншымен қиылған жерім. Манжетті ұстап тұрамын осылай. Мына қиылған жері. Так.
мына тігіс, мына фрезеринде тұрған тігіс. Ол, так, камераны жақындатайын. Бұл петляны ұстап тұрған тігістер. Қайтардым тігісті алға қарай. Қараңыз. Сол тігістің қасынан 1 миллиметр қайтардым. Шығып кеттім, е? Енді мына тұрған қаншама, так, алыстатайыншы маған. Қиып алып тастауға болады. Есіңізде ме, біз жоғарғы жағына 0,1 бердік. Сол сияқты енді мына манжеттің екі шетінен де 0,1 бере салған дұрыс болады. Қараңыз. Біз білеміз, что мына флизелин бар жағы, ол бет жағы. Мына жағы іш жағы. Мінекей, солға қарай бүкіл барлығын жинаймыз. Және тігіп жібереміз. Солға қарай. Так, инемді көтерейін. Инемді көтердім. Мына жерде тұрған тігістерді бұл жақта алып тастауға болады. Мынау. Мысалы, сіз қай жерге дейін тіге аласыз, сол жерге дейін ғана тігіңіз. Өйткені, қараңыз, мен әрі қарай жүре алмаймын. Қайтардым жібімді, инені шығарамын. Артық жіптерді қиып тастаймыз. Артынан қарасақ, манжеттің қараңызшы. Мен мына жерге дейін тіктім, мына жерге дейін тіге алмадым. Осы тігіс береді бізге, қараңыз, петлялардың теріс жағы матасы бұлай шығып тұрмауына көмектеседі. Енді мына екінші жағы. Есімізде ғой, бет жағы, теріс жағы. Теріс жағынан 0,1 миллиметр береміз. Қазір оңға қарай. Мына ішіндегі бүкіл қиылған шетін тігіп шығамын. Инемді көтердім. Жіп лапканың астында тұр. Қайтардым. Алға қарай жүрем. Артқа. Артық жіптерді алып тастаймын. Енді
мінекей бұрышын ұстап тұрып шығарамын. Көрдіңіз, бұрышы шыға келді. Қараңыз, бізде бұл ішкі жағы, міне сыртқы жағы. Енді біз өтектейміз. Манжетіміз жеңге, тігуге дайын. Асықпай, екінші манжетті осылай тігесіздер. Өтекпен басамыз. Мына біздің манжет тігілуге дайын тұр. Мысалға, мына жерде өтектемей, сіз көктеп те қоюға болады. 1 сантиметрді мына қиылған шетінен көктеп, ақ жіппен көктеп дайындап қоюға болады. Мына біздің манжет дайын тұр. Енді осыған ілгекті қаптауды көрсетемін әрі қарай қазір. Бір қолымызға дайын тұр. Енді мынандай преспен пайдаланамыз. Қараңыз. Мысалға, мен мына насадка осы ілгектің насадкасы. Әр ілгекке өзінің арнайы насадкасы бар. Мысалға, мені мына манжетіме маған осындай ілгек ұнап тұр. Қараңыз. Бағана есіңізде ме? Мен айттым, маған 1 сантиметрлік ілгек болса деп. Мінеке, мына петелька сол 1 сантиметрге жарап тұр. Енді қалай бұны жасаймын? Осы матадан мынандай дөңгелек қиып алдым. Мына ілгектің басы үшін. Қараңыз. Некен насадканың. Қараңызшы, қандай ілгектің арнайы басы үшін. Формасы бар. Мына карандашты алдымда ішіне кіргізіп жіберем. Мына кірді. Ал мына екінші жағына мына ілгектің аяғын кіргізем. Қараңыз ішіне. Ол қисық болып түспеу керек. Егерде мына басын қараңыз. Үстіне кіргіземін. Престі соңына дейін итеремін де. Қараңыз, қандай тамаша. Бізде ілгек пайда болды. Енді тағы да 2 штугын жасап жіберейін. Так. Манжеттің дайын түрі. Ішіндегі 0,1 миллиметр. Көрдіңіз, ол не үшін керектігін? Ол манжетті өзі сырт жағын әдемі қылып тұрады. Бері қарай шықпас үшін. Мына жағына жеңге отырғыза беруге болады.